Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Рыскүл. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі тойымды болып шығатын мясной салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз тұздалған қияр, тұз, майонез және де піскен картоп, сәбіз, жұмыртқа, етіміз қажет болады міндетті түрде, және де қара бұрыш пен зеленый горошек. Ең алдымен сәбізімізді төрт бұрыштап турауға кірісетін боламыз. Одан кейін картопымызды дәл солай төрт бұрыштап турап аламыз. Яғни картопты да өз қалауларыңыз бойынша үлкен етіп те турай берулеріңізге болады. Одан кейін тұздалған қиярымызды да мен ұсақтап төрт бұрыштап турап алдым. Және де піскен етімізді де жақсылап ұсақтап турап алатын боламыз. Бұл салатқа ерекше дәм беретін, яғни піскен етіміз болып табылады. Одан кейін жұмыртқамызды да осылай төрт бұрыштап турап аламыз. Барлығын төрт бұрыштап турап алғаннан кейін зеленый горошегімізді салып, дәміне қарай қара бұрыш және де тұзымызды, майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Салатты суыққа қоятын болсаңыздар, ерекше дәм беретін болады. Салатымызды осындай формамен әсемдейтін боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа да формамен немесе жай былай ыдысқа салып әсемдеулеріңізге де болады. Салатымыздың бетін тегістеп осылай форманы алатын боламыз. Яғни біздің салатымыз осылай домалақ формада болып шығады. Міне біздің мясной салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Яғни колбаса емес, етті қосқандықтан дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңырау шанында басып қойыңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.